Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен пайдаларына каналы. Бүгін сіздерге артспортта қалай табельге қол қоямыз, соны үйретемін. Бірінші artsport.edu.kz деген сайтқа кіреміз. Осы жерде өзіміздің тіркеу кезіндегі электрондық почтамызды енгіземіз және де паролімізді енгізіп, «Я пользователь информационной системы Артспорт» деген жерге галочка қойып, «Войти» деген кнопканы басамыз. Платформаға кіргеннен кейін үстіңгі сол жағында 3 сызықша бар, сол жерден согласование дегенді таңдаймыз және де өзіңізге керекті ай бойынша табельді қайсысына қол қойылмаған соны таңдаймыз. Керекті айды және керекті баланы ашамыз, астына қарай түсеміз. Осы жерде «Выбрать файл», «Ключ ECP» и «Подписать табель» деген бар. Соны басамыз. Компьютердегі ECP-ны таңдап, паролін енгізіп, табельге қол қоямыз. Табельге қол қойылғандығы туралы осындай окошко шығады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.